Сәлем достар, біз Бурабай курорттамыз қазір. Жаздың мезгілі, осындай таң қалдыратын бейне. Мынау жаңағы ар жағында Большое Щебачье көлі, үлкен Шабақты көлі, қазақша айтқанда. Былай қарағанда мынау Бурабай көлі, бұрынғы аты Әулие көл. Ар жағында тастан салынған ол Оқжетпес тауы. Ал көлдің ортасында тас, ол жұмбақ тас деп аталады. Осы жұмбақ таспен және Оқжетпеспен көптеген аңыздар байланысты. Жан жағы орман. Только не упади, далеко-то не ползай, мам. Мынау Бурабай көлінің жалғасы. Бұлай ар жаққа кете береді. Бүгін демалыс күні көптеген туристер жүр. Қазақстан жалауы, көк туымыз. Ар жағы да көл, барлық жақтан тау, көл, орман қаптап тұр. Тағы бір рет көрсетейін. Папа, а тебе там не страшно? Жұмбақ тасты жақыннан көрсетейін. А там не опасно? Нет, здесь вот очень ровное местечко внизу, где я стою. Тут просто может Түрі осындай, но здесь очень... дәл көлдің ортасында тұр. Иди сюда, могу тебя встретить. Тут прям такая как площадка, дорожка. Төменде ана түрлі туристік базалар орналасқан. Могу тебя вот здесь вот встретить. Здесь как раз вот. Или вон сюда просто вон зайди, здесь тогда постой. Барлық көлдер, жалпы айтқанда осында 14 көл бар. Олар бір-бірімен байланысты. Кейде ашық түрде байланысты, мысалы өзен арқылы, кей кезде жер астында бір-бірімен байласады. Мысалы ар жағында да көл, оның артында тағы бір көл орналасқан. Осындай көрініс. Біз қазір таудың басында тұрмыз. Ол бөлек тау деп аталады. Таудың басынан осындай көрініс. Төмен жақта Сашка, у тебя будет еще... қайықты немесе катамаранды жалға алуға болады. Жұмбақ тасқа барып, сол жерге суға түсуге болады. Осындай жағдай. В пятницу у нас поезд. Келіңіздер, көріңіздер, арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, репост жасаңыздар. Бурабайда болсаңыз, менің бейнебаян астына коммент жазыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Қазақстаннан, Ақмола облысы, Бурабай ұлттық қорығы, табиғи мұражай. Бәріне сәлем, сау болыңыздар.